неге Алматыға келе бересің, кете бересің деп оқырмандар таңғалатын шығар, шағын қуаныш деп. Шағын болса да бұл ақмақ мамам айтады да, жаңа Мақпалым күнде дүниеге бала келіп жатқан жоқ деп та. Сондықтан да әр баланың өзінің несібесі, орны жөн жоралғысы болады. Сондықтан Мұхаммедіміз деп мінекей Әмір екеміз отбасымыздың атынан, үйдегі үш жігіттің атынан бәріміз актерлетіп келіп қалдық. Ең бастысы бәрімізден жақсы ниетпен жиналып отырмыз ғой. Мұхаммедіміз енді адам болып жатыр бүгін, қырқынан шыққанша ол әлі ажырап тұрады дейді ғой, періште, әлі де періште. Енді бүгін ғана Алла қаласа қырқынан шығарып жөн жоралғысын жасап, жаңағы күндіні біз енді бұдан да жоғарырақ, бұдан да көп азамат пен азаматшаларды ортасында қуанып, ойнап, күліп осындай өте кең пейілмен, үлкен еңбекпен жасалған ақ дастарханның куәсі болған, соның өздеріңіз көріп отырсыздар. Өсе берсін, салиқалы бақ болсын. Осы дүниеге келгеннен бері керемет тілектер айтылып жатыр. Қуанышымыз, бір сөзбен айтқанда қойымызға сыймады. Кенже қызымыз мысалы сүт кенжеміз ғой енді. Ал құда-құдағилар, бүгінгі немерелеріңіздің қырқынан шығару құтты болсын. Мұхаммедіміздің жасы ұзақ болсын. Алла тағалам сондай бір хайырлы өмір берсін. Бүгінгі ата-әжелері Мақпал қарақал. Алды балам, анасы ол мына жақтан алды. Шашу, Алла қаласа ремонт бітсін, сол кезде шашу шашамыз. Құтты болсын. Нан қараңыздар, үндемей жүріп мінекей енді. Үндемей жүріп дегенмен қаншама еңбек сұрақтаның артында. Бөкең мысалы ұйқы көрмейді. Түнімен бала қарайды, таңда кетіп ремонт жасайды. Машалла, нан қара теддейін андай төсекпен біздің залдағы диван сияқты. Тура әдемі екен енді. Өтті демеке, молодцы. Өтті. Мұнан айтсайшы, iPhone 17 жоқ болса да iPhone 17 светіндей шкаф бар деп па? Жын екен. Алла қаласа. Өздеріңіз істетіп жатсыңдар ғой, иә? Мақпал? Алла қаласа, өздеріңе? Молодцы. Ал әрбір қазаққа осындай жас отбасыға, осындай әдемі жап жаңа үй жұғысты болсын. Ағайын, қымбатты оқырмандарым, қуанып құттықтап қойыңыздар. Қуанышты өссең көбейеді дейді, сіздерге де жұғысты болсын. Картинга алдық па? Жұғысты. Ал біз қай қалаға келдік? Ереке қарақ қойыңыз. Оппа, күтіп алды сізді. Келмегелі қашан, біраз бұл қалды, е? Мәссаған. Әрине, Ұлытау облысына келдік. Біріңіз білсеңіз, біріңіз білмессіз. Ерекең осы жақтан.